Беліңіз әйелде 80 см, еркекте 90 см-ден үлкен бе? Егер иә болса 1 балл. Баспалдақпен көтерілгенде ентігесіз бе? Одышка бар ма? Егер иә болса 1 балл. Дене салмағыңыздың индексі 30-дан жоғары ма? Егер иә болса 1 балл. Салмақ индексін өлшеуді экранда көрсеттім. Мойынның артында, қолтық астында немесе шынтақта терінің қарайып, құрғап, жиырылып тұрғаны байқала ма? Егер иә болса 1 балл. Артериялық қысымның нормадан жиі жоғарылып көтеріліп түсуі. Егер иә болса 1 балл. Егер 0 немесе 1 иә болса, сізде қалыпты жағдай, медициналық тұрғыдан семіздік қаупі жоқ. Егер сізде 2 немесе 3 иә болса, сіз семіздіктің алғашқы этапындасыз. Сол үшін қазірден артық салмақтан айырылып, ағзаңызды нормаға келтіріңіз. Егер 4 немесе 5 иә болса, бұл клиникалық семіздік, ожирение. Бұл уақытта арықтап салмағыңызды кетірмесеңіз, соңы неше түрлі қиын ауруларға алып келуі әбден мүмкін. Менің парақшам артық салмақтан стрессіз айырылу жайлы. Тіркеліп алыңыз.